Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен таразының көмегін қажет етпейтін осындай кереметтей болып шығатын кекстің рецептімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. 1 кесе қантты салып, барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін, жаңағы қант салынған кесенің көлеміндей дәл сол ыдысқа 1 кесе айранды салып, тағы да миксердің көмегімен араластырамыз. Одан соң жарты кесе күнбағыс майын құйып, оны да тағы жақсылап тұрып миксермен араластырып аламыз. 2 кесе ұнды електен өткізе отырып, 1 шай қасық қосқышты салып, қатты қоюда емес, сұйықта емес, қамырды илеп шығамыз. Міне осылайша біздің қамырымыз дайын. Бұл қамырдың ішіне өзіңіз қалауынша жаңғақ, мейіз қоссаңыздар болады, немесе дәл осылай бір өзін пісірсеңіз де болады. Табаға қиып, қызып тұрған 180 градус пеште 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Піскен пирогты әбден суытамыз. Оның үстіне мен дәл осылай шоколадты ерітіп құйдым. Міне дәл осылай болып шығады. Өте кереметтей болып шығады. Өте жұмсақ, әрі жеңіл, оп-оңай жасалатын кекстің рецепті. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.